Сәлем баршаңызға. Бүгін мен осы үйректі духовкада пісірмекшімін. Және үйрекке арналған маринадты, жалпы тауық пісірсеңіз де өте дәмді маринадты қалай дайындайтынымен бөліскім келеді. Сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Сондай лайв видео болады. Бір танысым бірде гриль, курица гриль сатады ғой. Сондай сатаумен айналысатын болып, сонымен рецепт іздейді ғой. Сол кезде бір өзге ұлттың өкілінен, ойлаймын, армяннан ба, осы маринадтың рецептісін сұрап алады, ақшаға сатып алады. Сонымен маған бөліскен болатын. Мінекей майына 3 шай қасық қосамын, горчица. Шай қасық. Так, менде үйрек кішкене үлкендеу болғандықтан сарымсақты көптеу қосып жатырмын. Ірі зубчиктарды өткізіп жатырмын теркадан. Табиғи бал. Столовую ложку біреу. Соя тұздығы бұл. 3 ас қасық қосамын. Және кез келген тауыққа арналған приправа, менде мынандай приправа для курицы деген. Соны қосып жатырмын. Енді барлығын араластырамыз. Үлкендеу табаққа маринадтаймын. Үйректі жудым. Маринад молынан жетеді. Дәмін татып көріңіз, маринадтың дәмі өте керемет. Және осы маринадта егер үйрек шамамен жарты күн кем дегенде түнде маринадтап қойсаңыз, сіңіп тұрса күшті болады. Осында саламыз. Алма ішінен піскен кезде алманың буы үйректің ішінен прям күшті болып, хош иістендіріп піседі. Және лимон да салып жіберем ішіне. Болды. Сыйған шағын. Пісіп шыққан кезде алманың дәмін көрсеңіз, өте дәмді болады. Осындай пакетик для запеканияға салып, шамамен сағат жарым пісіреміз. Градустың 190 градус. Және конвекцияны қосып қойдым. Слай пісіп жатыр. Ретінде ұсынуға картоп, моркоп және перец салдым. Бұл жаңағы біздің үйректің маринады кішкене қалған. Мен осыны алғым жоқ. Біздің үйрегіміз дайын болды. Лайф ретінде түсіргендіктен осылай түсіріп отырмын. Мынау мінекей суы,
дәмін көрдім, өте дәмді. Осылай подлив ретінде өзінің піскен суын құйып жесеңіз болады. Сіздермен болған Бибінұр Хамитқызы. Рецепт ұнады деп ойлаймын. Сау болыңыздар.